Диана, ана жерде босап отыра ғой. Бөліп жармай араларына қосып алуға жарай ма? Так, мен қазір мына журналды тез-тез толтырып келем, оған дейін шуламай, дыбыстары шықпай, тыныш отырыңдар, жарай ма? Отырыңдар. Алтынгүл, менің есімім Сенің, Нұрай. Жасың қаншада? 12-де сенің? Мен білмеймін. Қай қаладың ба? Мен Шымкенттен. Қазір оны қойған кезде мынаның бәрін танысам сен оқы. Давай. Мынау оқушыларымыз біздің оқымысты бүкіл олимпиадаға қатысады. Күшті отырып. Мыналар болса біздің сыныптың журналистикалары. Ал мына ең соңғы қаптадағы олар сабақ үстінде ұйықтайды. Сондай да. Қай өсіп кейін өздерің танысаласың. Еш басың? Жүрген ба? Бағана біз таныстырмаған қалай кетті? Біз таныстырдың қажет жоқ, біз баяғыда таныспыз. Мен таныстыра салсаң, нелерің кетеді? Біздің сыныпта осындай қыздар өтіп жатыр, енді не болмақ? Сүрмендер, барайық. Қыздар, сендер артық кеткендерсіңдер ма? Или сендер басқашылар жүрмесі керек ма? Ол тарауы. Қыздар бәріміз бір сыныпта оқитынымызды ұмытпаңдар. Бұл кезде Емран мен Қарақатқа біреу бірдеңе десе, Емран өз-өзіне жауап бере алмай қалады. Неге сыныптың бәрімен танысып, немен келгеніңізді не үшін таныспадың? Енді қыз басымен өзім бір балаға бауырмен таныспайтын. Алдында мен бір әсерден түсіп алдым ғой, соны қашан қайтарасың? Ол қыздар тікі ғой, оны алып жүрамайды. Келесі келген кезде көріп. Сені шығарып салу қажет емес пе? Жоқ. Ана өткенде біз қуалаған қыз емес па? Иә, сол. Сон аяғына жеткізіп тастау керек. Болды ма сабақтан кейін жеткізсем? Кеп. Мә, кеше көшінде зор болды ғой, я. Қыздар, білесіңдер ма? Ана жаңа жаңадан келген қыз бар емес па? Сол ше біздің Димаш басынан қалдырыпты ғой. Ой, ясно. Бүгін ғана келіп еді ғой? Конечно. Бүгін ғана келіп алып, бәле келіп айтпаңдар. Қыздар, үйіне кетемін. Барып олимпиадаға дайындалайын. Жарайды, барып жолығасың. Сіз сабақ оқып жүре береді екен. Айтқа арсыныкен сабақ оқып жүре береді. Бізге сабаққа дайындалу керек. Давай ертеңнен бастап кітапханаға барып, кітап оқып кетейік. Жарайды, әйтпесе апайдан ұрсесіп болатын болып кетті. Жігіттер білесіңдер ма? Анау біздің Димаш бар емес па? Сол жаңадан келген қызы жақсы көріп қалыпты ғой. Даны қой. Айтпақшы жігіттер, ана үш бұзық кіші Дианаға кешірмесін. Қой, ондай болмас.
жігіттер мен бұл жерде неғып олимпиадаға дайындалмайын ба? Постоянно осы екеуі барады, анау Жандосқан бір қыз барады ғой, Назерке. Постоянно сол екеуі барады ғой олимпиадаға. Біз де көшеде жүрген сабақ оқу керек еді. Кеттік, ертең менен бастап сабақ оқимыз. Давай жүрме қанда. Жана, осы сен Димаш туралы не ойлайсың? Ол туралы ештеңе ойламаймын. Ол менің сыныптасым ғой жаңағы. Жай үшін Димаш сенің жаныңа келсе болады. Басқаша болып кетеді да. Тыныш жүріңдер. Сәлем достар, қалайсыңдар? Кино ұнады ма? Ұнаса лайк басып. Арнаға тіркеліп кетіңіздер.